Біреу биледі, біреу айтты ғой. Қанайдарға ойнады, Айымханға көшіп қызымыздың істегендегі бірдей ойнады. Бірақ болғанында жасырамен амандастанға арналған өлең айтты, жақсы еді. Жақсы ес баға қояды. Олай болатын болса, екі жақына 5 балл қоятын болса, мына жерде 95 жастардың атынан беріліп жатқан қанша еді? Приз бар екен. Бұлай қыламыз. Мен қазір жұмбақ жасырам. Сол жұмбақты кім тапса, мына жерде беріп жатқан жастарымыздың приз сол кісіге болады енді. Енді бүйтеміз. Кімді алсам екен мына жерде? Енді соған алаяқ тығып алуым керек та. Ке. Жоқ, сен келсін. Жақсылық па? Атына сай жақсылық. Мынау жақсылық. Жақсыбек пе? Тап осы жақсыбекке ұқсаған 3 жігіт бірдей. Костюм, шалбар, туфли, көйлек, бір галстук жоқ деді, бәрі бірдей. Бірақ үшеуі 3 мекеменің бастығы. 3 мекенің бастығы. Былайша айтқанда біреуі жаңа Моля дейміз, біреуі жаңа не дейміз, енді главный бұл жерде әкім кім? Қазіргі заман қалатын болса, бұл қазіргі менің сіздерге беріп отқан сұрағым осыдан 30-40 жыл алдын болған оқиға. Енді кітапты көп оқыған адам біледі. Союз уақытында. Үшеуі бірдей тұрыпты, есіктен кіріп келеді. Осы үшеуінің ішінде қараңыздар, костюм шалбар бір, туфли бір, ақ көйлек бәрі бірдей. Солидный адамдар. Сол ішінде әкімді ажыратып алған. Қалай ажыратып алған? Кім айта алады? Кім айтатын болса қолын көтерсін де кесіп микрофонды айтсын кәнім. Келіңіздер. Әкім әрине ортада тұрады, оң қол жағында көмекшісі, сол қол жағында замы дегендей. Әкім ортада тұрады. Содан ажыратып алған. Қазір о заман кетті ғой, әкім өзіне сенеді қазір. Жоқ, мүмкін емес олай болу. Қазір адам әкім бола алмайды. Қолынан келетін адам әкім болады. Және кім бар? Сауалға жауап. Бар ма? Болмаса, егер ешкім таппайтын болса, мына қазір 95 жастар ма? 95 жастардың берген призмаға төлетілген апайларға беріп, үйге рахаттанып барады, астында баланың немересін көшеге еріп шықты, ай, бәрі жинейін деп айтады дейді. Кәне, кеттік. 3 жігіт бірдей, соның ішінде әкімді ажыратып алған. Апай айтасыз ба? Әкім адам басқаша неғып тұрса керек, өзгеше содан неғып жатыр. Айтып отыр, бұл бәрі. Қазір мен де костюм шалбар киіп, ақ көйлек кисем, тап осыны деп боламын. Мен де бірдеймін, айт. Кәрім! Жоқ. Замир апай, осы сауалды білесіз бе? Тойда не шешім әді беріп жатырмын мен, хабарыңыз бар, ә? Қиын нәрсе бұл деген. Мен деген адамдар кітап оқыса, түбіне жетсе біледі бұл нәрсені, кәне келіңіздер. Кәне. Жауап бар, жауап. Айтпайын да, жауап бірақ. Жоқ ба? Жоқ, жауапты айтпай. Жауапты айтсам ұсып қылмай қалады. Айта бер. Бір кішкене ғана жерде 3 адам бірдей болады да, бірақ әкімнің ішінде ажыратып алу қиын нәрсе. Қай жерде? Табу керек, ойнану керек, оқу керек. Жоқ па? Ешкім таба алмай ма? Жоқ. Білді? Құдайға айтасың ба деймін? Жоқ. Онда мен деп 95 жастардың атынан берген призді Бәке мынаны теңдей білді мұрағат ұстаздарды білдетші. Орамал томалмай жабала теңген ұстаздар. Келіңіздерге. Тілек айтатындар, келіңіздерге. Келіңіздерге, барлықтарыңыз. Аласы болмаған егім, мына жиылған жамаға.
не дейміз, мына 93 жастары мына 10 жылда өткізіп, осындай балалы шағалы болып, мына ағаларымыздың ізін қуып жету біздерге арман болып келеді. Мына нәсіп болса 2 жылдан кейін сіздер басқан жерде біздер де өтерміз. Әрқашан осы ауызбіршіліктеріңіз бұзылмасын. Бәріміз ұстаз көрген жігітпіз ғой, осы ұстаздардың арқасы, ұстаздар аман болсын. 95 жастары біздерге тек сендерге бақыт тілейміз, айтарымыз сол. Рахмет. Той құтты болсын ағайындар. Ой, молодец. Бұларға кетіп баққан кезде сыртқа шығарып, тамаша зәкіс құсынберіне 2 ші арақ толтырып, 2 стаканнан құйып кеп берді, таңертең шайықтасын 95 жастағы. Бұлар әлі жас дейміз ғой. Енді бүйтеміз, ұлағатты ұстаздарымыздан шабан кешіп сұраймыз, енді соның жауап тауға ұстаз болып сіздер атсалысыңыздар да, одан соң тағы да бір жұмбақ жасырамақ енді. Сол жұмбақты кім тапса, соны біздің мына ата жұрттан келіп отырған бағана Дәулетбек. Дәулет жаным, менің 7 сайдан келіп отырған ба? Дәулет қайда емес? Дәулет кеш менің жаныма. Мынандай жігіт бар ғой, ертең маңдайында сондай бір әйелі бітеді. Мына еркектің бәрі таң қалатын әйелі бітеді. Себебі бұл өзі алтына заты сай, жұбайы да өзіне сай болады ағайындар. Дәулетжан бақытты бол дейді. Не дейміз? Енді бітеміз сіздерге бағана Гүлшатпенен тағы да мына ініміздің группасына жұмбақ. Кім тапса, мына менің жанымда тұрған, солам аттен етіп, мына границаны бұзып келген, Швецияда мынандай келсең 200 километр ма? 500 километр айнып келдің ба? Ақмақ есіне біледі дейді. Бір таудың етегінде 30 дарақ. Тұрады барлық адам соған қарап. Күніне 5 реттен мәуелейді. Айтайын, қайсы бірін сізге санап. Жұмбақтың жауабы не? Кәне келді. Шуламаңыздар, әркім өзінің ойын деп айтсын болды. Және айтам, бір таудың етегінде 30 дарақ. Келіңіз. Жыл, ай, апта, күн. Кешіріңіз, қабылыңыз. Кешіріңіз, келіңіз. Бір таудың етегінде 30 дарақ. Бұл қайта-қайта деп едім. Толық жауап қоймайды. Апай айтасыз ба? Апай айтасыз ба? Бір таудың етегінде 30 дарақ. 30 күн? Ne айтайын? 30 күн не? Мен айтайын? Ораза айы. 5 уақыт намаз. Молодец. 30 күн ораза, 5 уақыт намаз. Бір таудың етегінде 30 дарақ тұрады, барлық адам соған қарап. Күніне 5 реттен мәуелейді. Айтайын, қайсы бірін сізге санап дейді. 30 күн ораза, 5 уақыт намаз ағайындар. Молодец. Ой, қолыңызды өтіп мынау. Өліп бара тұр ғой бұратқа. Мен берем ғой, сен не жұмысың бар, Макел. Ай, мақтанатын бол ғой, ертең бақыт. Қанша жақсың, өзің балдарыма мороженое беремін. Рахмет, келді құрметіне. Қошеметтер қолсақ қоямыз ағайындар. Бендеріңіз сол болсын, менеме шағырақтарымызды той, қуаныш, мереке болсын ағайындар. Бұл сөз барлығымыз ең ақырғы пайғамбарымыз Мұхаммед пайғамбардың үмбетіміз. Сондықтан да бұл нәрсенің бәрін білу біз үшін міндет. Сондықтан да енді бұл кітаптан емес, аталы сөз, баталы сөз, сондықтан да бұны үйрене жүріңіздер ағайындар. Тек қана дендеріңіз сау болсын. 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық мерекеде кездесулердің кезек өнерпаздарымызға шат-баттарға неге шақырамыздар. Кәді кеттіңіздер, той-той боласыздар. Кәді кеттік.
Mına Tәуелі елі қалай берді құттарған Қызылхан Үштебе Баймұрат елінде қалай берді бүгін бүткіл дүние жүзінде 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық мереке болып жатыр ағайындар. Сондықтан да бір-бірімізді құрметтеп, бір-бірімізді Рамазан ораза айында құттықтап, ақ тілегімізді айту және жалғастырамыз ағайындар. Осында біздің ортамызға келіп отқан бір топ ағайын туыс бауырларымыз қалай берді 91 жастарын ортамызға шақырып, ақ тілегін естуді үшін көрді ағайындар. Кәне келіңіздер. İşbir yanı vaktinden kaynaklısı bir kendinizi. Kәлкелі, рахмет. Сіздерде бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Ұлағатты ұстаздарымыз өздеріңізге белгілі бүгін біздің мынау құттарған киелі Баймұрат елінде қалай берді барлығы толған Айдаркөл елінде үлкен қуаныш, үлкен мереке ағайындар. Жастарымыз қосылып, бүгін қуанышты мереке той жасады ағайындар. Тойларыңыз тойға оласын. Бүгінгі 90 жастарын құттықтап келіп отқан екенсіздер, ақ тілектің тізгіні өздеріңізде. Кәне. Не дейміз, 93 жастары 10 жылдан құтты болсын да. Әрдайым осындай бастарын бірігіп, ауызбіршілікте отыра беріңдер. Жақсы күндерің көп болсын. Ұстаз атаңа ұлт деген ұстаздарға мың алғыс, мың жасасын. Осындай шәкірттерді тәрбиелей берсін. Сіздердің 10 жыл, 20 жылдық, 40 жылдықта да бірге осылай отыра берсін. Қартаймасын. Не дейміз, бақытты болыңдар. Алла жазып, сіздің көріңдер, өсіңдер, өңдер, еліміз тыныш болсын. Сол. Ассалаумағалейкум, қадірменді қонақтар. Мынау ұстаздарға біріншіден денсаулық, өздеріңіз сау болсын, ойнап күліп жүре беріңіздер ұстаздар. Әрқашан 93-терге осы 10 жылдық, Құда қаласа 10 жылдықта отырыңдар, Құда қаласа 15 жылдықта, 20 жылдықта бастарын қосып отыра беріңдер да. Әрқашан Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан әрқашан отыра беріңдер. Алла нәсіп қылса, бастарына күлкі, ендеріңе сау, Құда қаласа бала шағаларының қызығын көріп, ойнап күліп жүре беріңдер. Әрқашан барлығына денсаулық, өмір жас, үйленбегендерің үйленіңдер, той болсын бәріңнің үйінде. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздарым, Сырғабай, Замирабай, Шарипбай. Сіздердің жүздеріңізден ыстық арылмасын, әрқашанда ойнап күліп жүре беріңіздер. Неғылдеймін, сіздер үшін әрқашанда бақыт, байлық тілеймін. 93 достарыма, сендерге де өмір жас, денлерің сау болсын, әрқашанда ойнап күліп жүре беріңдерді, барлықтарына бақыт тілеймін. Сондықтан осы жігітте білесе барам дейді. Айнеке. Ассалаумағалейкум, ұлағатты ұстаздар, 93 жастары. Міне бүгін 10 жылдық мереке тойларың баршаңа құтты болсын. Сендерге зор денсаулық, қажымас қайрат, талмас қанат тілеймін. Мына бала шағалардың бақытын көріп, үлкен ата әже болып, немере сүйіп, үлкен азамат болыңдар. Барлығына бақыт тілеймін. Мына 10 жылдан бірге құтты болсын. Ой, рахмет, әне бүгіннау 93 жастарын құттықтап келіп отырған аға жеңгелеріңе 93 жастарын қошеметтеп қосып қоймыз ба ағайын? Ой, қалай болатын болса 91 жастар осында тұрады, 90 жастар орындарына тұрып келіңіздер кәне.
дегенменен әркімнің өзінің жаңа уақыты бар, әркім өзінің шаруасы бар демекші біз әлі жаспыз. Бұл ұлағатты ұстаздарымыздың жасына жетіп, тәлім тәрбие берем дегенше бізге де қанша уақыттар бар. Одан соң әрине бүгінгі мерекеміздің құрметті қадірлі қонақтары отырған мына жігіттің сөзі сынғанша қыздың белі сынсын дейді ғой. Сол айтпақшы 90 жастары бар екен осында. 90 жастар атынан тілек айтатындар ма мәкән келіңіздер? 90 жастары. Келіңіздерге. Кеш жарық құрметті қонақтар, мына 93 жастары 10 жылдықтарын құтты болсын. Әрдайым үйлерінде осындай той 20 жылдықтарынан да отыра беріңдер. Мына апайлар, сіздердің де рахмет осындай оқыты қызларды төрге шыққандарыңыз үшін. Сіздердің де жүзге келіңіздер апай. Осындай күліп ойнап жүре беріңіздер. Осындай шәкірттеріңіздің күліп ойнап, осындай бас жүре беріңіздер. Не дейміз? Және ауызымыз мәңгі болсын. 20 жылдықтар, 30 жылдықтар, 40 жылдықтар бола берсін. Деніңдерін сау, ойнап, күліп, уақытты өмір сүріңдер. Болдық па? Рахмет әне сау болыңыздар, саламат болыңыздар. Сіздердің де отбасыларыңызға амандық тілейміз. Үнемі сіздерде осы інілеріміз деп отырсыздар. Әрдайым осы інілеріңіз сіздерге інілік қыратындай дәрежеде Алла өмір берсін. Рахмет, сау болыңыздар, саламат болыңыздар. Ал енді құрметті ағайындар, қадірлі болыңыздар, мынау 93 жастары, қалай беді бүгінгі құрметті қадірлі қонақтарымыз. Бағана жаңада айтып өттім, әрине тойымыздың басын айтып отырмыз дегенменен сіздер бүгін құтырғаннан, бір байлықтың тасып жатқанынан, бүгін мерекені тойлап отырған жақсылар әрине. 10 жылдық мереке бір үлкен ақсақалдан бата алсақ, осы ақсақалдардың жолын берсе, біздің өмір жолымыз бұдан да кейін ашық болсын деген ойменен бүгінгі мынау халыққа дастархан жайып ақ беріп отырсыздар. Әрине осы тілектеріңіз қабыл болсын әрине. Ал енді олай болатын болса, бүгінгі мынау дастарханға жайылған сіздердің құрметпенен, ақ ниетпенен жайып отырған дастархандарыңызға ескіден қалған мақал бар: жаңбырмен жерге көреді, батаменен елге көреді деген. Мына алтын алма, алғыс ал деген. Сол айтпақшы бүгінгі біздің қуанышты мерекеміздің бет пердесін дастарханымызды ашып берген ұлағатты ұстазымыз ағамызды ортамызға шақырып, Иләһи әумин деп бадалсақтағына, сосын мен өзімнің атынан, соңа Келмек ауданынан келіп отырған өнерпаздардың атынан фарғында таң атқанша гарантия берем. Таң атқанша, таң атып қызарып, күн шығып атқан кезде осы жерден аппаратураның атып шығып кетуге мен уәде бере аламын. Ақсақал келіңіз. Соңғы бірге мына ақсақал келді әрине, ұлағатты ұстазымыз әрі ағайын туыс бауыры құрағанда демекші. Мына ескіде қазір өздеріңізге белгілі мына заман мұсылмандыққа, заман 5 уақытты намазға, 30 күн оразаға келіп тақалып жатырмыз, білесіздер. Сонда бір күні бір үлкен ақсақал бай екен дейді. Содан жол жүріп, сапар шегіп келе жатса, алдынан бір айдағар жылан шығыпты дейді. Содан баяғы айдағар жыланнан құтылу үшін не істерін білмегенде алдында сандық тұрған ғой. Соны сандыққа кіргенде айдағар жыланнан құтыламын деп, сандыққа кірген, сандықтың есігі құлыпталып қалған. Енді былайынша алғанда ертек деп ойласаңдар болады, былайынша алғанда болған оқиға десеңдер де болады. Содан әрі қараған, бері қараған, бұны құтқаратын ешкім болмаған. Содан айқайлайды дейді, маған жәрдем беріңдер, мен өмір жолына аттанып баратырмын деген кезінде ұзақтан бір 30 адам келеді дейді. 30 адам, 30 күн ораза тұтқан адам. Сонда келе жатыр дейді, 30 күн ораза тұтқан адам, жаңағы адамның байдың сауалына жауап бере алмай, сен сандықтың ішінде жатырсың, біз айдағар жыланнан қашып құтыла алмаймыз, өз күніңді өзің көр деп өтіп кетіпті. Содан тағы да айқайлап жатыр дейді, маған жәрдем беріңдер, мені сандықтан шығарыңдар, мен құтылайын, мен өмір сүрейін десе, 5 адам келе жатырған екен дейді. 5 адам 5 уақытты намаз екен. Сонда бұл 5 адамда келіп, айналайын шырағым, біз саған жәрдем бере алмаймыз,
біз өз бала-шағамызға, өз күнімізге өзіміз басымыз аман болу керек. Енді өзің білесің қалған өміріңнің не болатынын деп баяғы 5 адам тағы өтіп кетті дейді. Содан біраз уақыт өткеннен соң қараса бір жас сәби келеткен екен дейді. Сонда баяғы сандықтың ішінде жатқан адам, маған жәрдем беріңдер, маған жәрдем беріңдер деп айқайласа, баяғы жас сәби келді да сандықтың есігін ашып, баяғы адамды құтқарыпты, сыртқа шығарыпты. Айдаға жылан тұр дейді. Айдаға жылан. Анау мынау адамның бәрін жұтады. Сонда айдаға жылан ысқырып тұрған екен. Енді не істейміз, бұдан қалай құтыламыз деген кезінде айдаға жыланға айтыпты: сен мына сандықтың ішінен шықтың, осы сандықтың ішіне қалай сиясың, сен мен соны бір көрейінші деп баяғы жас бала сауал беріп дейді айдаға жыланға. Сонда мен былай істеймін деп сандықтың ішіне кіріп кеткен кезінде баяғы жас бала сандықтың есігін құлыптап қойған екен. Сонда айтқан екен ақсақал: 30 күн оразаң, 5 уақытты намазың, 30 күн оразаңды тұтпапсың, 5 уақытты намазыңды оқымапсың, бірақ әр жұма күні иіс тарқатып тұрған екенсің, сол иіс мен болам деген екен жас сәби. Сол жас сәбидің иістің арқасында баяғы ақсақалымыз өмірден құтылып кеткен екен. Әне құрметті ағайындар, қадірлі бауырластарымыз, өмір тарих қайда жатыр? 30 күн оразаң, 5 уақытты намазың, әр жұмада беріп жатқан иістеріңіз қабыл болсын дейміз дағыны. Ұлағатты ұстазымыздан бүгінгі 93 жастарының Алла тағалаға, қала берді бүгінгі ұлағатты ұстаздарымызға, қала берді бүгінгі мына достарымыздың басын жинап, осында көрмегенді көрейін деп, ақ дастархан жайып, бүгінгі ниеттеріңіз қабыл болсын дейміз дағыны. Ақсақалдан аумин баталамыз. Бағана айтқандай, аумин батадан соң кешіміз алғызады ағайындар. Келіңіз ақсақал кіргені. Аумин қай, дастархандарым, қолдарым берекелі болсын, Құдай абырой берсін. Әлхамдулилlah, әлхамдулилlah, шыққанның берекесін, кіргеннің берекесін берсін. Мұны жайылған дастарханның әрқашанда пайыз берекесін берсін. Амин. Рахмет ұстаз, мына бүгінгі 90 жастарына берген аумин батаңыз бізге, Құда қаласа Мекөш үйленсе, беташарына нағыз қазақстандық шапан үстіңізге сізге. Бола ма Мекөш? Рахмет, сау болыңыз, саламат болыңыз, шаңырақтарыңызға той болсын. Шаршамаңыздар, сәбилерді тәрбиелеуден тағы да қанаттарыңыз талмасын дейміз ағайындар. Ал енді олай болатын болса, жалпы биге
Oyun oynayır, şarkı şarkılar, arabayın yedek şirin, bir şey tango.
Ömür yolunda var